Зәлзәләтил арду бин наси аля ахди Фаруқ Умар бин Хаттаб радиаллаху анху фақал. Омар Хаттабтың кезінде екінші халифа Омар, білесіздер, осының кезінде халифат болып тұрған кезінде, момындардың әмірші болып тұрған кезінде жер сілкінді дейді. Сол кезде бұл кісі не деп айтты? Ей адамдар, деді бұл кісі, жер қимылдағаннан кейін бәрін жинап алды да халқын. Басшы ғой, патша, бәрін жинап алды да, мына жер бекерге сілкінген жоқ, деді. Сендер жасырынып бір күнәлар істеп жүрсіңдер, деді. Сол күнә себепті мына жер сілкінді, деді. Менің жаным оның қалауында болған жаратушымен антышып айтайын, деді. Және бір рет сілкінетін болса мына жер, біреуіңді қалдырмайым, көшіріп жіберемін мына жерден, деді. Одан кейін Меккеде жер қимылдаған жоқ та. Күнә тоқтады да. Сонсыз ба? Өткен Түркияда жер қимылдаған кезде мен осы айтқам ғой. Біреулер ренжіп келіп тұр, жаңағы түріктердің үстінен күліп атсыз ба дейді. Күліп атқан жоқпын, Омардың сөзін айтып тұрмын мен. Демек бір күнәлар болды, Аллах тағала олар тәубесіне келдірді. Ол қанша мемлекеттерде де болды ғой, ол бір жерде болған жоқ қой. Ол үстінен күліп емес, Омардың сөзі ғой. Оны Омар үстінен күліп атады деп айтпайсың ғой, айтқан сөзі. Ол өздігіне айтқан жоқ бұл сөзді. Халифа айтты ма? Демек ол пайғамбар саллаллаху ол нәрсені білген, естіген. Отырып өз ойын айта салмайды ғой халифа. Біреулер ренжіп жүрді, жаңағы сіз сөйтіп айтты солай деп те. Омардың сөзін айттым ғой, айтсам, Омарға барып ренжіңдер онда. Омар неғып айтасың сен? Біз үстінен күлдің бе деп айтты соған, маған неғып айтасың деймін. Омардың сөзі ғой. Демек, ондай бір сынақтар бекерге келмейді деп жатыр да бұл кісі. Жер сілкінді ма, демек сендер менен тығылып күнә істеп жүрсіңдер. Осыдан қимылдайтын болса біреуін қалдырмаймын деді да. Ол патша айтты ма, ол именно Омар айтты ма, істейді ол айтқанын ше. Ол әшін айтып қоя салмайды ол. Біледі барлық адам Омардың айтқанын істететіндігін. Енді киелі жерде тұрғысы келді де барлығы қойды, бұрынғы тығылып істеп жүрген күнәлары болса тоқтатайын деді. Сонымен тоқтады да күнәнің барлығы. Одан кейін жер қимылдамай қойды. Бұл керемет. Ешкім көшкен жоқ орнынан. Енді Мәлик бин Динардан келіп жеткен бұл риwayatта бұл кісі айтады: мен бір хикметті неден оқыдым дейді кітаптан. Расында Аллах тағала былай деп айтады деді. Яғни бұл хадис құддусиді айтып жатыр. Алла тағала айтты деді ма, ол хадис құддусиге кетті. Пайғамбар айтты деген жоқ. Пайғамбар айтты десе ол хадис болып кетеді. Хадистен бөлек хадис құддуси деген сөз, сөзде мағынасы да Алладан деген сөз. Хадис десе мағынасы Алладан, сөзі пайғамбардан деген сөз. Құран бөлек, хадис құддуси бөлек, хадис бөлек. Көрдіңіз ғой да? Құранның сөзі де мағынасы да Алладан болып тұр, Құран деп айтылды ол. Мынау Құран деп айтылған жоқ та, хадис құддуси. Ұлы сөз деген мағына ғой. Бұл жерде айтып отыр: мен жаратушымын, бүкіл мал мүлік менікі, деді Аллах тағала айтып отыр. Патшалардың жүрегі менің қалауымда. Кімде-кім маған бойсынатын болса, жаалтухум алейхи рахма. Оларға рахметті, мейірімді патша қылып қоямын. Кімде-кім маған қарсы шығатын болса, оларға патшаларын залым қылып қоямын дейді. Сендер өздеріңді патшаларды сөгумен уақыттарында кетірмеңдер. Керісінше сендер тәубе етіңдер маған. Мен не істеп қоямын дейді? Оларды сендерге жұмсақ етіп қоямын дейді. Өтсіз ба? Айттық қой. Біз қандай болсақ, басшымыз сондай болады. Бізге байланысты болып тұр жерде. Оңбаған дей берге отырып алып, оңбаған дей бермей, әркім өзінен бастайтын болса, өзің турладыңыз, бала шағаңыз турлаттыңыз, ешкім затын ұрлатпайтын қылдыңыз, ешкім ала жөнаттамайды, жақсы тәрбие бердіңіз. Осылай әркім өзінен бастайтын болатын болса, барлық адам керемет болса, енді ешқайсымыз кредит алмайтын болса, кредит жабылады ғой. Ол харам тоқтайды ғой. Ешкім алмайды себеп. Ол сосын сізге келіп не істей бастайды, өздері жалынады банк келіп. Неге істейік та дейді да? Сен ана жеріңе ексе мен ақша берейін, маған бір 20% түскен пайдадан берсең болды деп та. Өзі келіп жалынады да. Себебі ешкім кредит алмаған екен,
ол солай келеді өзі. Не істейді ол банкрот болайын деп тұр ғой. Ол ақша айналдырып табу керек. Ислам банктері сондай. Шариғатта болмайды, тек боғазылар істей алмайды да олай. Кредит істей алмайды. Сосын олар келіп сізге айтады: сен бизнес бастап отыр екенсің, жақсы бизнес бастаған екенсің, біз саған бір 10 миллион теңге берейік та, сен айналдыр, түскен пайданың бір 20%-ін бізге беріп тұрсай деп айтады сізге. Ол халал банк болады да өзді. Ол сізден бір андай не сұрамайды. Бірақ сіз банкрот болсаңыз, ол қанша процент жеп отырады сіздің пайдаңыздан, ол қанша процент ол да банкрот болады. Ислам заңы сондай. 20% күйеді енді оның ақшасы. 80%-ін ғана қайтарасыз. 100% қайтармайсыз берген 10 миллион. Түсінікті ғой, 8 миллион қайтарасыз деген сөз 2 миллион күйіп кетті оны. Олар да қарайды. Күймейді-ау деген адамға барып айтады. Яғни адамдар өздері ешкім арақ ішпей қойса, ол арақ завод жабылады да. Ол қымыз завод болып ашылады да. Енді бәрі қымыз жатса не істейді? Адамдарға пайда табу керек қой. Енді бізден сұраныс ұрып тұрғаннан кейін ол ұрып тұр да, ол да шығарып жатыр да, ол тонналап. Сұраныс сондай болып тұр себебі. Ол бізге байланысты. Ол ертең ол басшылардың бәрін кредит жоқ қылып жібере салмайды, осы қуарақты құртпайды, ішіп алады да қырып соғып өлтіріп жатыр деп жаңағы. Басшыны сөге бергеннен пайда жоқ, сен өзің ішпей қойсай, арақты сонда тоқтайды ғой ол. Ешкім арақ жоқ болады, сосын ешкім оны ішіп адам соғып өлтірмейді қарасаң. Арақ ішіп бір өзі пышақтай өлтірмейді ешкім. Мас етінде құтылып кете алмайды. Бұл жоқ арақ одан кейін. Сол секілді өзімізге байланысты ол барлығы. Соны айтып жатыр ғой Аллах Тағала. Сендер ана жерде меха қарай, сен меха қара деп жатыр. Сендер өздеріңді торлап маған тәубе етіп, күнәһар болмай, шариғатпен жүріңдер, мен бәрін реттеп қоямын деп жатыр Аллах Тағала. Ол басшың сенен жақсы адам жоқ, одан жақсы адам жоқ болып қалады. Басшыларың керемет болып қалады деп жатыр да. Егер барлықтарын дінмен жүретін болсаңдар күнә істемейді деп жатыр. Ол сондай да. Россия тұрды да халқын барлығы қой, біз ислам дінін қабылдаймыз бүгіннен бастап. Бізге мына христиан діні ұнамайды деп. Немене böyle бәрі алқаш, дін оны тоқтамайды. Бірін-бірін зорлау, тонау, қырғын болып кетті. Діннің ешқандай пайдасы жоқ. Қой мына мұсылмандар жүр жақсы міне. Ешкімді ешкім тонамайды, өлтірмейді, арақ ішпейді. Керемет міне. Осы дінді қабылдаймыз деп бір шешімге келсе, Путин бір өзі христиан болып қалады деп отырсыз ба? Ол бірінші исламның қабылдап алады ғой, соғын түнде қабылдап алады. Азанда жариялап тұр. Ла иляха илля Мұхаммад расулуллах деп тұрады ғой. Халықтың бәрі мұсылман болып кетсе қақы барады ғой. Көрдіңіз ба? Геракл сөйтіп қалып кетті ғой, мұсылман болып тұрды да, халқы христиан дінінен қатып тұрған еді. Жай әзілде салдым дейді да. Әзілдеп мұсылманмын дей салдым, сендерді тексерейін дегенім, дінде өйстіп қатып тұрыңдар дей салды да, айырылып қалғысы келмеді. Ол исламның қабылдаған еді негізі. Пайғамбар салам хатын оқытты, исламның қабылдады да, халқын мән жинап алып өзі төбеге шығып алған, есіктің сыртына жатқызып қойып, халқым, Мұхаммед деген пайғамбар шықты, қияметтің пайғамбары, ислам дінін қабылдаңдар, мен де ислам дінін қабылдадым, бәрің мұсылман болыңдар бүгіннен кейін. Соңғы пайғамбар келіп қойыпты дегенде, бәрі оңбаған өлтіріңдер ананы деп шулап кетті да. Қашып шығайын десе, есік терезе бәрі жабып қашамайды. Ұстап өлтірейін десе, анау биікке шығып алған, шыға алмайды. Оңбаған деп отыр еді бәрі. Геракл сосын не деп айтты? Тоқтаңдар халқым деді ғой. Ойбай, мен әзілдедім. Сендердің имандарын тексерейін деген едім. Осы христиан дінінде қатты тұрыңдар деді. Сөйтсеңізші адамды қорқытпай деді. Ана патшалығын айырылып қалудан қорқытты да ол, тағынан ше. Сөйтсе де қайтып христиан дініне кетіп қала салды да. Оның тескерісі де солай болады да. Халқың бәрі бір жақта болып, патшасы бір жақта жүрмейді ол. Соны айтып жатыр ғой бұл жерде.